Менің де айтатын нәрселерім көп, например, қаншама давканың арасында жүрдім. Жарайды, менталитет құрсыншы вообще. Құрып кетсінші мүлдемше. Біз жақта жоқ сәлем салуды мен салмадым емес. Оның бәрі міндет қылып тұрған жоқпын. Ладно дедім. Кетпейді, мен өзім жақсы көрген адамның үйіне бардым ғой, мен соларға иілуге міндеттімін дедім. Неге келмейсің, неге қашасың? Мен реклама істеп отырған адам, нанымды сомен тауып отырмын. Ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқсың дейді. Қайдағы жұмыс істемеген? Мен үйдің күні кешке целый день мен ұйықтап, бір нәрсе істеп жатсам ғана айтуға болатын еді да, солай. Жоқ, мен күні кешке шейін реклама. Өздеріңіз көріп жүрсіздер, қаншама реклама, қаншама видео бекерден бекер істеліп жатқан жоқ. Ол бір видеоның өзі бір күндік уақытты требовать етеді. Ешқайсысы ұғып отырған жоқ оны. Ешқайсысы маған жоқ, мен түсінбедімше, сені аяп, ойбай, сен реанимациядан шыққаннан кейін дұрыс жүре аламын екен, дұрыс сөйте аламын екен деп уайымдадым дейді. Уайымдаған кәне қасымда жоқ қой. Мысалға да. Менің әке-шешем шақыртты да ана жаққа. Өзі тайып тұрған, короче, мамам келгеннен кейін, Мадияр келгеннен кейін, бауырым келгеннен кейін да. Жоқ, бұл ойлады ғой деймін. Отбасыменше Мадинаның туған туыстары жоқ. Ешкіміз жоқ, оған қарайлайтын, даже құда түсуге ешкім келмеді деп. Возможность болмаған шығар, бірақ мен біреудің ала жібін аттап, біреудің атасын өлтіріп қойған жоқпын. Ешкімнің ешқай жеріне кесіп барып тиіп, или тілдеп кеткен жоқпын. Маған бүйтіп айтатындай мен ештеме істеген жоқпын да, например, қазірдің өзінде маған қиын болып тұрған сәтте менің күйеуім, заңды күйеуім қасымда жоқ. Ол қайда, например, жүр өз бетімен. Білмеймін, енді айтарға сөзім жоқ. Мен қазір давлением көтеріліп, тыстығым көтеріліп, әбден әрең отырмын. Туыстары көретін болса, өліп қал деп отырған шығар, наверное. Өз бастарыңа келсін, айналайындар. Менімен ойнапсыңдар, ешқайсыңды мен білмеймін. Өзімнің бірандай нем көріп тұрған жоқпын. Ешқайсың маған керек емессіңдер. Дәл қазір мен бүкіл ішімдегіні шығарғым келіп тұр. Мүмкін құсты деп айтатын шығарсыңдар, ішіндегіні құса берем да, дальше құса берем. Пока маған тиісті етілген махырды маған орнына қойып бермейінше. Өйткені маған оны махырдың сұрауы не екенін білесіздер. Бұл өзі маған ажырасам деп айтты. И сол себепті өзі шешкеннен кейін, мен шешкен жоқпын, махырдың қайттан қайтарып беру маңызы жоқ. Ол по-любому алып беру керек маған. 6 ай бойы әлі алып бермеген.